құлақтарың ақшайып ұқпас болып алыптыр. Қарсы шығып батырға шықпас болып алыптыр. Ең анашынды жанағы қарсы шықса Қытайға көргілікті көрете, қаза жетіп күн бүтіп, қағаушы жерден өлете, өлбөгендің еміне қабырға сөгөте, жерменін жексен қылаты. Тағошынды жанағы тамның барын дулатып, талқалатып құлатып, қош қорғонын ұратып, қой бой барын чулатып, қойын тиюіп алыптыр. Ой мұғыз ботөгөз, ой құштаған шерін сөз, қылайып шіркін жанағы қыз сұлысын алыптыр. Қызықты қила салыптыр, аношынды жанағы күндіздай шашқан құрылып, құшақташып жатыптыр. Қызығына дүйненің құрыған Қытай батыптыр. Атпай қырғыз баласы аношынды жанағы алдырып иіп намысын көргілікті бүгінде. Қылғандығын қарачы, қарағағын қапсырып, жырғандығын қарачы, бақытқа батып Қытайлық. Туңғандығын қарачы, аношынды жанағы қамырда қылып қапсырып, қайран қырғыз баласын. Жуырғандығын қарачы, шырқыратып қазанда. Жанағын киіктің жаңың етінде қуырғандығын қарачы. Жүрегін оғызынан ой бойлатып қырғыздың. Еміз суырғандығын қарачың. Осы күндім бұл қырғыз Алтайдаған ару барыптыр. Анықта оқат салыптыр. Жердің бетін аштырып, қоштап тұқын шаштырып, шамиянын шайлатып, қош өгізін айдатып, жалды жаздың күні болғондо, жалды байтал мініптір, күздің күні болғондо, құйрықты қозу жегіптір. Анашонды бұл қырғыз аман болса қайрылып, біз барабыз бектептір, көне бойы дегдептір. Айланайын жанағы, алололу от болып, жаландап күйген чоқ болып, араңдан зорға тоқ толып, ерем манас шыққанда 18.000 бүткіл жұрт. Қабарым мұнын ұққанда, алты шаған қотонға, жаркентменен Қашқарға, ар жағында Тұрпанға, ақсыменен күчөрігі, анықта бұрыс салғанда, салбағандан кеміне, жүрегін құйқалап, қағашонды жарғанда, ұшынан таңғанда, айланайын жанағы, көденден ары бір шілтеп, жығып кеткен емес пе, жүректі бекқанын сығып кеткен емес пе, астағынан бүгінде жырып кеткен емес пе, ерен қырғыз бол деле, елден арты еңеле, берен қырғыз бол деле, ерен маназ дорында, оматы келіп бүгінде, оқат күтпей қырғыз жүрт, омат күтіп алыптыр, құса күтпей қырғыздар, құтқармаған ері болып, бұның телеге тең болып, шай қолдығын шері болып, қыртылтен қызыр ниязы, қолды чүперін илазы, жабала қолды алыптыр, қай берен қапырай, қабала қолды алыптыр, аношынды жанағы, көктің беті бек қаптап, ағала қолды алыптыр, айланайын жанағы, бар қызығы жанынан, табала қолды алыптыр, тағошынды жанағы, тұйғын ердің барысың, қолды алған емес пе, баянын айтып отырса, адамдың басымен қылған күйіттінің барысын, тағошынды жанағы, жаула жығы барысты, бері жағына кергенде, боғбек шабек шүкірі, болымның іште пікірі, беренінің барысы, жабала жығы балысты, ағыдайдалы көрітші, аскерен айтып берітші, ағыдай баш болып, аның бұл жақ жеттінде төл көші қара төлігі, төгін емес өнері, төптеп айтып көрелі, аношынды жанағы, себілдісі 84, серп алған жағы қызыл өт, қарсы алдында 84, қарсылған жағы жалын өт, қапсырғаның қапсырған, аманатшаның құдайға, меңізде осы тапсырған, осы күзді жанағы, ұрыс десең ұмтылған, қазат десе қашынған, атаны қоқы жанағы, аны көрген қорқоқтор, таппаған жұрқоқтор, алабыта белеске жата қалып жашынған, анашонды ерендер, азыр қысым берендер, еренің манас тұшында, емін ағылып кіріп алып тұр бар қызығы бойында, ата тавылы беле кереп, қалып тұру. Осы кергілдің ұшы бойында, ерем алдырында, ақманат менен тыштаған, уық менен кереге, 90 түрлі сырдаған, аношонды жанағы, артық қылған ағырды, өң боз үйді жат желе, қызығын шонды тат желе, кештің күні болғанды, түндігін кері аштырған, күндің нұрын шаштырған, içinde dulap қатқырған, 6 айлық баласын,
шырдағына жаттырған ан ошонда жаннағы қызығын қила таттырған ата қойғы дүйне қызығын айтып бергенде ала киіз чоң киіз қабаттап тұрып салдырған өчкөн отын жандырған ан ошондо береге эрим болуп бербейип баштагысы дагы жок азыркысын багып жок кең багылуу кызышым ыргап турган кезинде ырыстуу журттун балдары жыргап турган кезинде көрбөгөндү көрдү деп эскиси түшүп эсине жашым эрди көзүнө саналары бузулуп абалкынын эстесе сарта соуса саргара чыгып бул күндө жортуп чыгып алыптыр айбатын билгенде ала көдөк тайлак ата коркуп эле чыгып калыптыр атай абай мол жүрүп азганаң эмме зор жүрүп азыркысын сурасаң анықтап кебін құрасаң арқы теркешіп сұнып белін шешпе берендер өчін су кечіп ара жолды бүт басып ата оқу жаннағы ашып чыга берделе бар қайраты бойынан ташып чыга берделе жер бейишин көргөнде жашып чыга берделе дене бою кыбырап эт жүрөгү чымырап кашып чыга берделе абал кызың кыргыздын мандасында маржан бар маласында аржан бар кечегисин сурасаң маржаны түшкөн колунан маласы кеткен соңунан марбай калгыр бүгүнде көпкөлөң кызык тамаша туюп келген эмеспи башта күндөн бар кызык кылып келген эмеспи ата кокуй кыргыз шымаланып шыпшынып ар өнөргө маш болгон алакандай кыргызга кылкылдаган кытайлык ар убакта кас болгон бирде туруп дос болгон элчи салып ортого кызын берип достошкон бирде туруп боздошкон болумду туусун көтөрүп күрсө жөтөлүп ар качандан бир качан болдойдун чөбүн саз дебе кыргыздын журтун аз дебе аз болгон менен саз болот өйдөнүн журту көп дебе кытайдын журту жылдап жерден өскөн чөп дебе алдыра койчу кыргызга анча мынча көт дебе ан ошондой бугутай ала тонуң ал деле армандың арт сал деле
азыр қыз сұрасаң, анықтап кеп ұрасаң, гергөлмен ауаңды кең талан ойында, аваң су бойында. Азыр қыз көтөлік бір жағында жеті түр, ишенбесең жетіп көр. Ара жолда кең чаткал, қара бураң ақияз, үрбістің жол бұл болып, өңірейген құл болып, аношон барысын қалабыз деп қамданып, қабыландай оңдонып, өзің көрген қырғыз жұрт баштағы қомданып, ерем болып бербейіп, ат мықтысын мінгені, арқыраған шамалдай, арқы терек жүргені, анықтап дұран сүргені, күндей тиген иллебе, гүлді жұрттың биллебе. Алақандай қырғыз жұрт аламды басқан Қытайды, сүйсе қашып жүреді, аношонда аламдың атпай қырғыз баласы, ата болып келген тіреге, айтылған кебін білебе. Бабалардың баяны көдінің өңілелі, көбіртпестім бекемдеп, анықтап айтып жүрелі, артықша дұран сүрелі, аношонды жанағы, өріктің қомыз чаптырған, өрнекті қилат таптырған, чарасын терең ойдырған, тепкегін тайқы қойдырған, ичегі қылын тақтырған, арқы терке қақтырған, күсін ұққан жақтырған, қомыз шудан жүз алып, сұрнайчыдан меңдалып, кернейшінден меңдалып, керетін ашып алып тұр, бақа-шақа дұрылдап, жерге батпай зымылдап, барды болба соғып дүңгіріліп, жер көчкенде күңгірілдеп, чымылдақ тартып кең сайдан, чымчық ұшпас кең жайдан, аношонда жезнайдан тартып алып тұр, көргенмен білген жанаң айтып қалып тұр, жабыла шығып жалпысы, азыр қыз жүргені, артықша дұран сүргені, аношонда ерендер, еми қайнаған қалың қол алып, қолдан артық зор алып, ал олып күйген çoğalıp. Аптабың ысы қоталып айланайын жанағы, айырқысын көргөлдім башқығаның орғығы, еми басырықты салуға, басташы ұрышып бентіп қалуға, азырқысын бел байлап, атануға құйден байлап, емін алышқаным білесіз,
Açayqır köp salıp çavuşqanım biletsiz jirendim bolot beg otun. Ata jağışqanın bilesiz. Jekege çıgıp alışıp, jetkillen uruş salışıp, uruştunu bilgendir, uyulgutup jürgendir. Uşu günde bayqasaң, anıqta vaqıl çayqasaң, arqı terek zırgıtıp, at üstünden аңтара, көмөгөй vırgıtıp, аңтарып ketken бар, жерменен қара жер қылып, қаңтара қойып кеткен бар, қамбыл туған жоролор, жаңға жақын жор olur, ошондо барысы жабыла чыгып алышты, жапаны башка салышты, жагалмай куштай кайкышып, ойкуп чыгып алыптыр, адамы жалгыз кайкып чыгып алыптыр, лачын тийген таандай ызгырылтып тийиптир, өзүң көрөгөн кытайды сызгырылтып кириптир, төбө чач тик туруп, узунан түшүп келмеси, ошондо айтылбай абалтадан термеси, азыркы кыргыз журт өртөчкөндөй кылыптыр, өкірті бар қылыптыр, жебенін қырқырап, жел тигенде зіркіріп, кекіртек сайылып, қанның ақ зіркіріп, қан сиіп тұрды құрқырап, жаны үзілді шұрқырап, көзінден жан чырдеді, бабаңардың баяны айтып болғыз ырдеді, ошондой биздерге айтып бүткүз сыр деді. Атан оғық жаннағы азырқы сұрасаң, анықтап кеп ұрасаң, табына келбеге бүрі ватпай чығып алыптыр, ара жерде аңғырап жатпай чыгып алыптыр, жапаны башка салууга, жаңжалдашып алууга, азыр турууга, айкара байса сунууга, чокмор үйлөп чабууга, чоюнду отту жагууга, чогулуш салууга, азыр дем байлап калган экен бел байлап, ошондо жаннагы бообек шабек шүкүрү, болумду ишти пикири, азыр кыз сурасаң, агынай дал көрүүчү, аркардан калган кудалы, күндү карап көп айтып, күлүмсүрөп бек айтып, кыргыздын иш келди деп, келбегенде эминде керетин айта берди деп, ошондо жаннагы аныктап кеп салды деп, аркы терек барды деп, аткан окко тайманбай, ажалга каршы баргандай. Көкөтөйдүн ашында, көкөтөйдүн көк туусу, көтөрүлдү калкылдап, урамандын ырчы ул, жара чакырды жаркылдап, айланайын калайык,
айтқан бірі кептің ұғырсын, адес мерген дегендері азырғы жерден шығысын, далушу жерден аларың чоң қызыққа батырсын, жамбының атысын, ошо жамбың дал өзін тарсылдатып жатырсын. Диожен жыбыр жары шақырды мұнна бұл, жары шақырып тұрғанда атаңдың көрің дүние, дал ошондо қарасаң бириги тұрған жанағы, далай далай мергендері, ашқа шондо келгендері, қызы қамықтап батам деп, жамбының өзім атам деп шығып қалған кез екен, мылтықтарын жамбыға сұнып қалған кез екен. Ошо жамбың өзүндө назарларың буларың буруп қалған кез екен. Атаңдың көрі дүние, дал ошондон карасаң чоң кызыктын өзүнө, буларың дегиң ошондо бата албай турат карачы. Танаптарын жамбынын ата албай турат карачы. Үз аткыла деп танапты, ошо кезден карасаң мындай болгон талапты аткараң албай турганы, дал ошондон карасаң атактарың алардын ташараң албай турган убагы. Ошол кезде жанагы Қытайлардың оңырбай адагы ошондон келиптири, келгенин көзүң көрүптүр, дал ошондон оңырбай танаптарды мейледи, анысы мыктап келгени, дал ошондон карасаң жанагы турган оңырбай танапты дагың атканы, кызыкка мыктап батканы. Ошо деген карасаң танапка мыктап жетериде, үзүп аны кетериде, ого жетпей калыптыр, дал ошентип коңурбай ошондон армандаганы болуп калыптыр. Атаңдын көрү дүние, дал ошондо карасаң бириги турган кыргыздарын өзүнө кезек келип турганда, кыргыздардын ишине көңүл буруп тургула, кандай сонун кылганга. Атаңдын көрү дүние, Кабыламанас батырдын жанагы турган кырысың, Себилүүсү 84, жер салган жери кызыл өрт, кыргыда баштап карысы, кырк батырдын барысы келип калыптыр, дал ушунду кырысың чоң кызыкты салыптыр. Айкөлү Манас атаңа ушу кезде карасаң анысы келип калыптыр, дал ошондон Айкөл жери добул касты какканда, добул басты чапканда, аны муну дегиче, андай сөздүн кылгыча, айтып сөзү жыйгыча, жанын агып турган кырк чоро ордунан түшө калганы. Ошондо кандай түшүп калганын, калайык көрбөй калганы, ошо калайыктын өзүндө абдан болду таң калуу, дал ошондо карасаң Айкөлүң Манас кабылан кайра добул урунду. Ошо кезде карасаң добулбасы Манастын баарына мыктап улду, ата окуй дүние, дал ошондон карасаң добулбасы угуп турганда, мындайды деген кылганда, кырк жоронун баарысы атка кайра миништи. Ат
менің жүзінде аянбастан жүрісті ата оқиды. Мындай қызық дал өзін қалайықтың барысы көріп тұрған чағы екен, тіп-тіп көңіл ұшуға бөліп тұрған чағы екен атаңдың көріне. Дал ошондон қарасаң қайра деген келманас. Ушу кезде қарасаң доолу мықтап қағылды. Жанағы тұрған қырық жолор түшіге қайрайға мінді. Дал ошондон қарасаң атаңдың көрүнү қырық жолонун барысы. Қызық ойын тамаша салабыз деп туруптур. Бир кумарган өзүбүз канабыз деп туруптур. Калк көңүлүн ошондо алабыз деп туруптур. Атарыгы күйдүн ушу кезде карасаң бириги турган кыргылга бакайганы жеткени, жетип алып ошондо тебетейли өткөнү. Тебетейин бакай көккөдү көздөй сыргытты, асманды көздөй ыргытты атаңдын көрүү дүнүйө. Дал ошондо көрөсөң тебетей кайра келгенче, ошо кезде карасаң жерге кайра түшкөнчө, ишиң анын бүткөнчө. Дал ошондо карасаң бириги турган Алмамбет, Алмамбети келгени, Алмамбет анын атканы. Ошо кезде карасаң калың бүт калайык кызга мыктап батканы. Түшкү чөктү бере жака, жетки чекти жере жака. Алмамбет атып салганда көрбөгөндөн арманда. Атаңдын көрүүдүн жан деген жебеси тебетейге жетиптири, жетип барып учуна тийип калган кезинде асманга кайра кетиптири. Дал ошондон карасаң атаңдын көрүүнү кайра тартып бере жака, түшкү чөктү жере жака. Атаны окуй дүнүйө. Дал ошондон карасаң чуулган чунагы, ак балтанын чубагы ада келип атканы, тамашага батканы. Кайра деген ошондо жерге кайра түшкөнчө, тебетейдин ошондо иши мыктап бүткөнчө, аргыңан ажыбай ада келип алыптыр, атып эме салыптыр. Кайра деген ошондо өрүлүп тебетей көккө учуп калыптыр. Ошо кезде карасаң муну көргөн калайык айран азыр калыптыр. Атаны окуй дүнүйө. Дал ошентип карасаң кайра деги түшкүчө, жанагы турган карасаң караңгыдан көз тапкан, кабилеттен сөз тапкан, жанагы турган ери бакай, бакайдагы атканы атаңдын көрүү дүнүйө. Ошо кезде карасаң кызга мыктап батканы, кайра деген тебетей көтөрүлүп туруптур. Буга деген калайык таң калып назар уруптур. Дал ошентип ошондо тебетейдин дал өзүн жерге такыр түшүрбөй, ишин такыр бүтүрбөй атып турган кезде экен чоң кызыкка калайык батып турган кезде экен атаңдын көрүүнү. Андан кийин карасаң дал ошондо жанагы бул доол кайра кагылды, кайнап жаткан көөлүк дагы оюн салууга ошол кезде камынды. Атаңдын көрүүнү. Дал ошондон карасаң бириги турган Алмамбет Ирбакайга жеткени, жеткен жерден ошондо илип алып кеткени. Анын арты жагынан Ажыбайдай батыры Алмамбетке жеткени, жеткен жерден ошондо найза менен ошондо илип алып өткөнү. Андан кийин карасаң Ажыбайдын өзүнө бириги турган кыргыл шал дал ошондо бараптыр. Барган жерден ошондо көтөрүп колгон алыптыр. Чоң кызык тамаша салып турган кез экен. Калк көңүлүм буларын алып турган кез экен.
bir kumарға қырғыздары қанып тұрған кез екен. Атаңдың көріне ал ойын ойнашып, ойынды ойнап жатқанда жаңағы тұрған қалай бұл қырғыздардың дал өзін мықты екен деп ойлашып, атаны құқы дүние дол қайра қағылды, бөлек жаққа жаңағы қырық жол қамынды. Атаңдың көріне қылыштарын алышып, қима жиме чабышып, дал ошондон қарасаң, жындап деген ұрушын деге бұл қырық жоронын барысы, біріне бірі білгізбей, денеге қылыш тигізбей, денеден қылыш чигізбей, дал ошентип тұр, мындай ойын құрып тұру, дал ошондон қарасаң, қалың қырғыз қалайық, бір құмардан шығыптыр, атаңдың көрі дүние, дал ошондо қарасаң. Довыл басқана бекем қағылды, жайнап жатқан қырық жоры, ошондо ғана деген қайрыдан, жамбыны ғана көздөй қамындың. Дал ошондон қырысаң, биринчи болуп ал жерге кыргыл чалы келгени, кызыкты мыктап бергени. Дал ошондон кырысаң, жам бир танабын үзатты. Дал ошондон карасаң, мындай кылып ким атты? Анын арка жагынан бири турган Ажыбай ада келип алыптыр, атып салган жеринде танаптары жамбынын үзүлүп эмен калыптыр. Андан кийин Алмамбет ада келип калыптыр, кызыкты мыктап салыптыр. Дал ошондон карасаң, анын атып жатканда танабың үзүлүп, калың кыргыз элинде тамаша мыктап түзүлүп, атаңдын көрүнүе. Андан ары кырысаң, жанагы турган бириги кыйын чыккан кыраны, ак балтанын чубагы ада келип калганы, жамны үзө атканы. Дал ошондо бул чубак чоң кызыкка батканы. Андан кийин сыргагы келип калды бул дагы, атаң көрүнүе. Дал ошондон сыргак атып салды бул дагы. Ошо кезде жанагы кырык жоронун бырысы 39 танабын атып бир гана салган Турбайбы чоң кызыкка калайык. Ошондо батып бир гана калган Турбайбың мана семин келгени. Ошондо деген карасаң, дал ошондо жанагы бир танап деген калгана да, аны дагы атканың калың кыргыз барысы, кумарга гана мыктап батканы. Үзгүн деген талапты булар үзгүзө атышты танаптың. Кудай бер мыктап ошондон кыргыздарга бериптер. Жан батыштын дал өзүн кыргыздар гана ошондо жеңиптир.